Құрметті қарағандылықтар, Қарағанды облысының дәрігерлері коронавирус инфекциямен күніне 24 сағат күресуде. Бірақ оған қарамастан Қарағанды облысында коронавирус инфекцияның таралуы шегіне жетуіне байланысты дәрігерлер сіздерден келесі талаптарды талап етеді. Яғни, көпшілік жиналатын орындарға бармауларыңызды, барған жағдайда міндетті түрде медициналық маска киіп жүрулеріңізді, қолдарыңызды жиі өңдеп жүрулеріңізді, және егер сізде коронавирусты инфекцияны жұқтырған анықталған жағдайда міндетті түрде жеке бас оқшаулауын сақтауды сұраймыз. Егер сіздерде коронавирусты инфекцияның белгілері пайда болса, міндетті түрде емдеуші дәрігерлеріңізге қаралыңыз. Құрметті қарағандылықтар, коронавирусты жеңу біздер мен сіздердің қолдарыңызда.